Бүгінгі таңда Хизб ут-Тахрир экстремистік ұйымының жақтаушылары және олардың идеологиясын жүргізушілер жамағат арасында аса белсенді емес, алайда жекелеген астыртын әрекеттері байқалып қалады. Хизб ут-Тахрир 1953 жылы Иорданияда құрылған экстремистік ұйым. Ұйымның негізгі мақсаты ислам мемлекетін құру және демократиялық принциптерден бас тарту. 2020 жылы Алматы соты тыйым салынған ұйымға қатысу және араздықты қоздыру деген айыптармен 2 әйелге бас бостандығын шектеу үкімін шығарды. Айыпталушылар 45 жастағы Q мен 29 жастағы D WhatsApp мессенджерінде топ құрып, діни араздықты қоздыру және Қазақстанда тыйым салынған және экстремистік деп танылған Хизб ут-Тахрир ұйымына қатысты уағыз насихат жүргізген. Хизб ут-Тахрирдің шетелдік үгітшілері мен жақтастары зорлық-зомбылықты жоққа шығарамыз және қоғамды бейбіт жолмен өзгертуге тырысамыз деп мәлімдейді. Бірақ олардың идеологиясы мен риторикасы зорлық-зомбылық пен экстремизм шоғын үрлеуі мүмкін. Көптеген елдер Хизб ут-Тахрирді экстремистік ұйым деп таниды және оның қызметіне қарсы шаралар қолданады. Мәселен, Ресейде идеологиясы жаһандық халифат құру ниетіне негізделген Хизб ут-Тахрир құрылымы террористік деп танылса, Қазақстанда ол экстремистік ұйым болып саналады. Ал Германияда бұл ұйымның қызметі шектелген. Құқық қорғау органдары олардың белсенділігін бақылайды және радикалдану әрекеттерін тыйып отырады. Хизб ут-Тахрир сияқты экстремистік ұйымдардың қызметі туралы хабардар болыңыз, сақ жүріңіз. Олардың идеологиясының түпкі мәнін түсініп, радикализм дауылына қарсы тұру өте маңызды.